Халел Досмухамедов атындағы Атырау университетінде көрнекті жазушы, драматург, аудармашы, қоғам қайраткері Сәтімжан Самбаевтың туғанына 85 жыл толуына орай Сәтімжан Самбаев шығармашылығындағы әдеби дәстүр және ұлттық сана атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті. Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігінің қолдауымен Атырау университеті және Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты бірлесіп ұйымдастырған халықаралық конференцияның мақсаты отандық білім мен ғылымның жаңа замандағы дамуы және оның Сәтімжан Самбаев шығармашылығындағы ерекшеліктері негізінде ашық диалог, пікір алмасу, қаламгер жазушының мұраларын насихаттау. Атырау өлкесімен біз алыс жақыннан келген шетелдік әріптестерімізбен де пікір алысуға, ой талқысын ұйымдастыруға мүмкіндік алып отырмыз. Қазір тек қана Сәнбаев туралы ғана емес, жалпы қазақ руханиятының болашағы, ғылымымыздың, жоғары білімнің перспективалары қандай деген мәселелерге де мүмкіндігінше пікір алысуға жақсы, тиімді жағдай. Конференцияда Амстердамнан арнайы келген лингвист ғалым Роберт Йоханнес Хенрикус Мария, шығыстанушы Зифа Алуа Әуезова, ресейлік ғылым докторы Марина Пименова, Алматыдағы Әуезов үйі ғылыми мәдениет орталығының директоры Диар Қонаев, Атырау университеті орыс филологиясы кафедрасының профессоры Жарқын Кенжебаева бастаған ғалымдар Сәтімжан Самбаевтың әдеби мұраларына арналған ғылыми зерттеулері негізінде баяндамалар жасады. Қаламгердің жерлесі ғалым Светлана Аннаева оның шығармалары жайлы ойымен бөлісті. Это настолько неповторимый. Ол өзіндік стилі бар, ерекше көркем сөз шебері, оның өз тақырыбымен мәселелері болды. Керемет ағаруана шығармасын қайта-қайта оқығың келеді. Ал ауған соғысы туралы алғашқы романы Жаждут мифа жинағында халқына деген махаббаты айқын бейнеленген. Сәтімжан Самбаевтың шығармасын роман газетінің бас редакторы Юрий Козловтың романымен салыстыру өте қызықты. Себебі екеуі де ауған соғысын баяндайды, бірақ әркімнің өз көзқарасы бар. Жазушы, драматург Сәтімжан Самбаев «Белая Аруана», «Колодцы знойных долин» атты әңгімелер мен хикаяттар жинағын, «Дорога только одна», «Времена года нашей жизни» романдарын жазған қаламгер. Ол Абайдың қара сөздерін, Алпамыс эпосының прозалық нұсқасын, Мұхтар Әуезов, Сапарғали Беғалин, Әбу Сәрсенбаев сынды көптеген қазақ жазушыларының туындыларын орыс тіліне аударған тәржімашы. Оның шығармалары әлемнің 30-дан астам елінде басылған. Актер Сәтімжан Самбаев шебер актер ретінде танымал. Ол «Ұш-қиырсыз жол», «Той боларда», «Шоқан Уәлихан», Батыр Баян көркем фильмдерінде басты рөлдерді сомдады. Қазақ кинематографиясының жауһарлары «Қыз жібек», «Ыстықкөл қызғалдақтары» кинофильмдерін қазақшалап, «Там, где горы белые», «Дом у Зеленого озера» кинофильмдерін жазып шыққан өнер майдалманы. Лаура Кесметова, Тілек Қабылғұмаров, жаңалық қызметі.